Енді экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Халықаралық Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері және Назарбаев қорына билігі жүрмейді. Сенат мақұлдаған білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасына сәйкес, Назарбаев жоғарыда аталған ұйымдардың және қордың қамқоршылық кеңесіне төрағалық ете алмайды. Экс-президенттің бұл мәртебесі жойылды. Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері және Назарбаев қоры мәртебесі туралы заңға мемлекет басшысын дербес білім беру ұйымдарының жоғары қамқоршылық кеңесін құру жөніндегі өкілеттіктерін айқындау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Осымен бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев қолынан билік кеткен соң бар мәртебеден айырылды. Бұған дейін елбасы мәртебесі туралы конституциялық заң күшін жойды. 30 жыл бойы елбасы деп табынып келгендер бұл сөзді ұмыта бастады. Нұрсұлтан Назарбаев елбасы түгілі тұңғыш президент деген атаудан да айырылды. Құрметті сенатор да емес, Назарбаевтың отбасы мүшелері, туған туыстарының да енді алшаң басып жүруіне шектеу қойылды. Оларға бұрынғыдай еш кепілдік жоқ. Экс-президенттің туыстарының заң алдында қандай да бір жауапкершілігі болса, тиісті жазаға тартылады. Тіпті Нұрсұлтан Назарбаевты қорлағандар қылмыстық жауапқа тартылмайтын болғанын білесіздер. Бұған дейін оған тіл тигізгендер 5 жылға дейін сотталып кететін. Назарбаев тек экс-президент туралы заңмен ғана қорғалады. Президент жалақысының 80% көлемінде зейнетақы алады, мемлекеттік күзетпен, көлікпен қамтылады, президент резиденциясында тұра алады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТТК 42 телеарнасы, Астанадан.